Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті жып-жылы сүт, яғни сүтіміз жылы болу керек. Және де үстіне қант саламыз, дәміне қарай тұз, ерітілген сары май және 2 жұмыртқа, 8 грамм құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ұнның плюс-минус жағына қарап салыңыздар. Барлық қажетті құрамын өлшемдерімен төменге жазып қалдыратын боламын. Жақсылап қолымызбен қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен орап, жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілді. Жақсылап қамырды жинақтап аламыз. Қамырды теңді 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөлгеннен кейін және әр қайсысын бөліктерге бөліп алатын боламыз. Яғни бізде 9 дана қамыр шығады. Дәл осы видеодағыдай қолымызбен домалақ пішінге келтіріп аламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Әр қамырды оқтаудың көмегімен дәл осы видеодағыдай жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жайып болғаннан кейін ортасынан бөлеміз, яғни бір жағы сәл үлкендеу болып тұру керек, екінші жағы сәл кішірек етіп бөліп аламыз. Бөлгеннен кейін және оны ортасынан бөліп, дәл осы видеодағыдай бірінің үстіне бірін қойып шығатын боламыз. Енді бізге шпажка керек. Шпажканың көмегімен ортасынан бір басып, дәл осылай кері қарай қамырымызды жасап, барлығын дәл осы видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Бізде ерекше формалы булочкаларымыз шығады. Қалған қамырлармен де дәл осылай жұмыс жасайтын боламыз. Жасалу жолы да қиын емес, өте оңай, қарапайым. Дәл осы видеодағыдай жасап шықсаңыз болғаны.
Енді бізге бөлек ыдысқа сары май, 2 ас қасық ұн және 2 шай қасық қант қажет. Осы қоспамыздың барлығын шанышқының көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Яғни штрезель дайындаймыз. Дайындап алдық. Біздің штрезельдер дайын. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды орналастырамыз және де бетіне тек жұмыртқаның сары уызын ғана барлығына жақсылап жағып шығамыз. Штрезельді барлық булочканың бетіне жақсылап сеуіп шығамыз және де пешті алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеки достар, біздің булочкаларымыз пісті. Өте иісі деген өте керемет шығып тұр. Жұмсақ болып піседі, әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Достар, менің арнамнан оңай әрі тез жасалатын рецепттерді көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Уақытыңызды бөліп, назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.